Армысыздар, ұлт өміріндегі өзекті мәселелер мен толғақты түйіндерді тіліне тиек ететін көкейтесті каналының оқырмандары, өткен жылдың соңында жасалып, биылғы жылдың ақпан айынан бастап атқарылған пилоттық жоба қандастардың көшіне тоқтау, аяғына тұсау болғанын біз бұдан бұрын да айтқан болатынбыз. Осы мәселеге байланысты Ішкі істер министрлігіне үкімет басшысының атына да хатта жаздық, бірақ одан алған жауабымыз сол баяғы біздің елге Қазақстанның заңын сыйлайтын, білімді, білекті, нақтырақ айтқанда ақшалы азаматтар көбірек керек деген сыңайдағы жауап алған болатынбыз. Алайда осы пилоттық жобаның жасалуындағы кейбір түсініксіз түйткілді түйіндерді нақтылап түсіндіру жағынан құзырлы органдардың адамдары көбінде бас тартып келген болатын. Мәселен, қандас куәлігі біздің осыған дейінгі жасалған заңдарымызда 1 жылға беріледі делініп тұр. Ал ендігі жоба жоспар бойынша шетелден көшіп келген азаматтар 5 жыл бойы қандас мәртебесімен жүреді, 5 жылдан кейін азаматтық алуы мүмкін деген мәселені көтеріп жатыр. Сонымен қатар қазір қандастардан қазақ тілінен емтихан алу мәселесі де енгізілген. Бұл осыдан бұрынғы жасалған заңдарға томпақ келіп тұрғанын айтып та жазып та көрдік, бірақ оған қазірге дейін құзырлы органдар баса назар аудара қоймады. Енді міне осы мәселеге депутаттар да назар аударып, парламентте депутаттық сауал жолдап, үкіметтің қатысты органдарына өздерінің талаптарын айтып жатыр. Бүгін осы мәселені назарларыңызға ұсынып, сіздердің көзқарастарыңыз қалай деген мәселені де білгіміз келеді. Азаматтық туралы заңның 17-ші бабы 14-ші тармағы бойынша аққа қара сиямен тасқа таңба басқандай, соқырға таяқ ұстатқандай сөз жазылып тұр. Бұл мемлекеттік тілден емтихан алу этникалық қазақтарға қолданылмайды деген. Сіздердің пилоттық жобаларыңыз 3 министрлік, еңбек министрлігі жасағандай, интеллекті, ішкі істер министрлігінің пилоттық жобасында қандастарға мемлекеттік емтихан тапсыртып қойған. Сонда бұл парламент қабылдаған, президент қол қойған заңды 3 министр басып өте бере ме сонда? Бұл қандай мәселе? Кеше ғана біз мысалы Алматыда сенбі күні мені шақырып, қандастардың жиыны болды, 150 адам келді. Мақаншыдан келді мүгедек адам. Міне барлығының мәселесі осы келіп жатып, мемлекеттік тілден емтихан өтті. Қытайдағылар мысалы басқа алфавит, басқа жерде тағы басқа алфавит. Қалай ол тапсырады? Осы қандастарға тапсырған мемлекеттік тілден емтихан тапсыру деген тапсыруды осы сіздердің министрлігің, еңбек министрлігінің жасағанда, ішкі істер министрі де тапсыра алмайды, шынына келгенде. Бұл заңсыздық қой. Бұл елге білікті кадрларды тарту, ана заңнама жағына келетін болсақ, жаңа спикер мырза атап өткендей, жаңа басқа да заң жобасы осы заңда қарастырмаған жеке пакетпен ол әзірленіп жатыр. Сұрақтарды қосымша сол жақта талқылайық, жұмыс тобы шеңберінде. Өкінішке орай қандастарының Қазақстанға келуіне мемлекеттік органдар тарапынан кедергілер жасалуда. Бізде енді пилоттық вариант деп қазір қандастарды басқа қазақстандық азаматтығын аламыз деген басқа шетел азаматтарымен бір деңгейге қойған. Соның ішінде қандастарымыздың шетелде тұрып мынау қазтест дегенді тапсыруды ұсынады. Бірақ қазтестті тапсыру, қазтесттің өзі мынау кеңес үкіметі кезінде мынау бұрынғы СССР-де тұратын азаматтарға арналған, себебі кириллицамен жазылған. Сұрақтардың барлығы солай келтірілген. Ал енді Қытайда айтайық, Иранда қазақтарды айтайық, Түркияда қазақтарды айтайық, олар кириллицаны білмейді. Ол қазақтар жақсы сөйлей біледі, бірақ кириллицаны білмегеннен кейін сайтқа кіре алмайды. Сол себептен олардың құқығы бұзылуда. Әрине, мынау ресейде тұратын қазақтар немесе басқа ұлттар ол тестті дайындалып тапсыруға оңай, себебі кириллицамен жазылған. Ал мысалы төте жазумен үйренгендер басқа әріптермен жазатындарға қалай? Мен ойымша қандастарды басқа тест жасауымыз керек.
бізге қазақша сөйлейтін адамдар болса болды. Мысалы Моңғолияның қазақтары бізден артық сөйлемесе кем сөйлемейді, Қытайдың қазақтары бізден артық сөйлемесе кем сөйлемейді. Не үшін оларға айтып қиындатып қойдық? Бұл қасақана жазылған нәрсе ма, жоқ қате ма? Қанша бізде осы қандастарымыз Қазақстанға келіп қазір миллиондаған адамдар тұрады. Өз салығы арқылы біздің мемлекетіміз байытып жатыр. Қазақ тілін деңгейін көтеруге бізге көмектесті, кіші орта бизнесті дамытып, саясатқа, ғылыми жұмыстарға араласып, қазір еліміздің гүлденуіне көп үлесін қосты. Рахмет оларға. Өз еліне келіп, осылай бізге экономикамыз көтеруге көмектескен. Ал енді қазір оларға қолдан кедергі жасап жатырмыз. Біздің елшілікке тапсырма берген олардан емтихан ал деп. Қалай олар емтихан алады? Қазтест деген жалпы оларға дұрыс емес. Тез арада өзгерту керек.